мен өзім кішкентайымнан малға жақын болдым. 6 класс, 7 класс оқыған кезде әкем прораб болды да ауылда. Соған ауылдағы малшыларға мал қосатын. Сол кезде каникулға шығасап мен үйдегі бар малды қосып, жайлауға шығып мал баққан жақсы көретін. Өзім қалада студент болдым, аграрныйда 3 жыл оқыдым. Сонымен оқуды тастадым да әке-шешеме мал бағам мен. Оқуды да аяқтамай, сонымен малға келіп өзім сол малды әйтеуір көбейтсем болады. Бәрі сол малдың арқасы. Осының бәрі үйді де салып, машинені де алып, мал болса әйтеуір азын аулақ малымыз бар. Елігу өзімнің қойым. Қалғаны елдің қойы қосады. Елігу қойымнан сол қыста туғызам, елігу қоз алам бірге бір. Қойлар көбінесе егізден туады бұл жерде, жер от болғаннан кейін. Қорамыз міне осы біздің шаруашылық. Ары бері жыбырлап сол таң атысы кеш батады. Бұл жерде свет жоқ. Движокпен отырамыз. Аккумуляторға мына трансформаторды жалғап, осы арқылы телевизорымызды көреміз. Осы көлікпен әйтеуір ары бері тоқтамай барып келіп ауылға барамыз, больницамызға барамыз әйтеуір. Текескен продуктіге барамыз әйтеуір. Машинеміз бұзылмайды, тоқтамайды жүріп тұр әйтеуір. Соның арқасында. Жұбайым аяғы ауыр. 5 балам бар қазір. Бұйыртса 6-сына босанады.